саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан сарай бағдарламасы. Осыған дейін біздің бағдарламамыздың қадірлі қонағы болып сыр сұхбат құрған әншіміз Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты Жеңіс Ысқақова сыр сұлуы атты 5 мамырда өзінің сахнада жүргеніне 14 жыл толған концертін берген болатын. Енді осы әңгімені одан әрі жалғастырайық. Жеңіс, әрине қазіргідей заманда концерт өткізу, оны ұйымдастыру деген оңай нәрсе емес. Жалпы қалай өтті кеш? Енді кештің бағасын көрермен бағалай жатыр, ал бірақ кеш әрине мұндай концерт ұйымдастыру, концерт өте қиын. Өйткені бізде, мен айтар едім, біздің өзіміздің жерімізде, өзіміздің сахнамызда қазақ тіліндегі әншілерге, қазақ әншілеріне концерт беру өте қиын деп. Енді маған ренжімесін басқа кісілер. Өйткені бізде мына орыс тіліндегі әншілерге көп көңіл аударып, мына мемлекеттік тілдегі әншілерге қолдау өте аз. Ал концертім, шынымды айтсам, тек өзімнің жақын туған туысқандарымның, достарымның арқасында өтті. Келер жылы өзінің 15 жылдық сахнаға шыққаныңа үлкен бір белес күтіп тұр. Бұған енді осы концерттен кейін бетін қайтып қалған жоқ па? Қандай дайындықтар ойыңда бар? Жоқ, ондай ой жоқ, өйткені өнер жолы өте қиын жол, оны барлығы біледі. Сондықтан да қайта бұл маған бір алдағы 15 жылдықтың алдындағы бір үлкен дайындық сияқты болды. Сен өнеріңді шыңдау үшін мына заман талабына сай 1,5 клиптер шығардың. Біздің әншілеріміз өзі мына Орта Азияның барлығын шарлап, Ташкент дейміз бе, Мәскеу дейміз бе, Қырғызстан дейміз бе, клиптерін шығаруды өзі дәстүрге айналдырып алды. Сенің клиптерің қай жерде шықты және өзі сырт жаққа шығу ойыңда бар ма? Қызығушылық бар ма өзі? Қызығушылық болғанда былай ғой, негізінде жаңа тағы да біз өзімізді онша көп бағаламаймыз. Бізде мына Қазақстанда да жақсы клипмейкерлер бар. Басқа енді оғанда білмеймін, енді мен негізі өзім осы Алматыда осы қалада түсірілді клиптер. Ал алдағы уақытта да мен бір сыртқа түсірем ба деген тіпті ойым жоқ. Осы өзіміздің алматылық клипмейкерлермен осы алдағы уақытта 1,5 тағы да клиптер жасасам ба деген жоспарларым бар.
ал мына сыртқа түсем деушілер білмеймін, тағы да жаңағы жағдайлары жақсы болғандықтан, демеушілері мықты болғандықтан да шығар, алыстан іздеп, мүмкін алыстан сырттан түсірсем мықты болып кете ме дейтіні. Бірақ осы біздің Алматыда шыққан клиптерде мына Ресейден түсірілген, мына Өзбекстанда түсірілген клиптерден кем емес деп айтар едім. 1,5 клип түсірсем деген ойың бар. Оған демеуші таптың ба? Әлде қиналып жүрген жайың бар ма? Демеуші тапқан жоқпын. Демеуші тағы да өзім боламын ғой. Енді қалай айтсам екен, біз енді мысалы мен концертімді беріп болғаннан кейін осы елді аралап, осы Қазақстан облыстарын аралап концерт қойып жүрген жайым бар. Сөйтіп сол концерттерден түскен қаражатты сол жаңа әндерменен жаңа клиптерге жіберемін. Ал енді жаңа айтып жатсың, концертінен соң облыс орталықтарын араладым деп. Өзі қазір мына гастрольге шығу қандай, қиын ба, оңай ма? Бұрындары осы кеңестік дәуірде гастрольге шығу деген өте бір тамаша той думан дейтін еді. Қазір енді оның қиыншылығы байқалып қалған шығар? Қиыншылығы байқалғанда былай ғой, советтік заманда мен Гүлдер ансамбльде жұмыс жасадым. Онда тіпті бізде жоспар бойынша гастрольдік сапарда болатын. Сондықтан да біз бұрын ансамбль болып, оркестр болып шығатынбыз. Оны өкімет төлейтін жолын, концерт ұйымдастырушы да сол өкімет басында, мысалы баратын жердің әкімшілігі, сол филармония болса, сол гастрольдік қарсы алатын, сапарларды қарсы алатын тағы да сол өкіметтің ұйымдары болатын. Ал қазір енді бұрынғыдай оркестр алып жүруге енді мен өзім шама жоқ. Мен өйткені өзім алып шығамын ғой оны. Мысалға мені шақырады бір облысқа, осында жеңіс концертпен келсең деп. Сосын оны енді ол шақырып отқан адам енді бүкіл менің ансамблімді, бүкіл коллективті қарсы алып шығарып салуға, оның қаламақысын төлеуге шамасы келмегендіктен мен өзім жеке қасыма тағы да басқа да әншілерді, сол енді күйшісі болсын, әншісі болсын, басқа да 1-2 адамдарды қосып алып, 2-3 адам болып жүре беретін болдық. Гүлдерде жұмыс жасадым деп жатырсың. Жалпы қазіргі қызметің қайда және немен айналысып жатырсың өзің қазір? Сол баяғы ән салу ғой енді жұмысымыз. Ал қазіргі жұмыс орным Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармониясының әншісі болып саналамын. Сонымен қатар жаңа айтып өттім, облыстарды аралап сол концерттік бағдарламамен жүрмін деп. Мына біздің облыс орталығы мына Талдықорған қаласы болғалы, менде сол облыстық филармонияның әншісі ретінде жаңа облыстың сахнасында жеке концертімді де сол қойып қайттым осы өткен айда. Халықпен, жұртыңмен етене араласып танысып жатсың. Әрине осы өнерде аяқтандырған әрбір әншінің өзінің жүрегінде, көкірегінде қалатын ұлағатты ұстазы болады ғой. Сіздің мына әндегі тұсауыңызды кескен Қазақстан халық әртісі Лаки Кесоглу. Бұл кісімен сіздің шығармашылық байланысыңыз мына студенттік кезде қалай басталып еді? Енді сонау Қызылорда өңірінен Алматыға келіп оқуға түскенде жаңағы осы халық әртісі Лаки Кесоглудың классына келіп түстім. Сол күннен бастап ол кісі тіпті емтихан кезінде мені байқап қалған екен. Өйткені мынандай қызық жағдай болды. Жаңағы мысалы вокалдық бөлімге 20 әнші қабылданатын болса, соны 4-5 классқа бөледі, 5 баладан, 4 баладан. Сонда мен басқа ұстазға бөлініп кеткен болуым керек. Сонан сабақ басталып, бірінші күні пісімласы басталып жатқанда есік қағылып, жаңағы менің ұстазым Лаки Кесоглу келіп тұр екен. Сосын жаңағы кісіні шақырып алып та, біздің мен бөлінген мұғалімді шақырып алып, қайтып кірді, Ысқақова деген қайсың деді. Мен дедім, сен бара ғой, сен Кесоглуда оқитын боласың деді. Сосын мен тұрдым да кетіп қалдым жаңағы бөлінген классымнан. Сөйтіп жаңағы Лаки Кесоглудың бөлмесіне келген кезде айтты, сені осы біздің классқа бөл деп айтып едім ғой. Мен сені сол емтихан тапсырып жатқан кезде байқап қалып едім. Неғып сені басқа жаққа бөліп жүрген, мен сенен айырылып қала жаздадым ғой деп әңгімесін солай бастады. Сол күннен бастап ол кісінің маған деген ықыласы шынымды айтсам бөлек болды. Маған тіпті кей кезде ыңғайсыз болатын. Бір класста 5 бала болсақ, соның 4-еуін алдымен
дайындалып жұмыс жасап алады да, енді соңыра мені қалдырып кәдімгідей көңіл аударып жұмыс жасайтын. Ол кісі маған тек ұстаз ғана емес, ол кісіде мен бір әкелік жылуды сезетінмін. Өйткені осы мен өз әкемнен сол 18 жасымда айырылғанмын. Қазір мамам бар, Құдайға шүкір. Сол кісіден сондай бір жылы леп келіп тұрады. Ұстаз ғана емес, ол кісі жан ашып тұратын. Қарның тоқ па, ұйқың тыныш па, мамаңның жағдайы қалай, ауылыңа барып келдің ба, сондай бір жақсы, енді бір сөзбен айтқанда өте жақсы кісі. Шырқап ұшып барады, самал есе ағаштар жайнап жырлайды. Ғашықтар көңілі шалқып, гүлдерге толы қошағы. Қимастықпен олар үнсіз көзбен қарады. Екі жүрек үнсіз тілдестің нені, ашылмады махаббаттың бір сыры. Ағайындар әсем қолдарын созып, жан сезімін қандай тербеледі. Жұлдыз аспанақтайын үні оятты менің жанымды. Нұрға толы көзіңнен ұшқын от лаулайды. Сыңғырлаған сенің күлкің, тәтті қиял әсерлі сезім. Әлдилейді махаббаттың ғажап әуені. Екі жүрек үнсіз тілдестің нені, ашылмады махаббаттың бір сыры. Ағайындар әсем қолдарын созып, жан сезімін қандай тербеледі. Екі жүрек үнсіз тілдестің нені, ашылмады махаббаттың бір сыры. Ағайындар әсем қолдарын созып, жан сезімін қандай тербеледі. Екі жүрек үнсіз тілдестің нені, ашылмады махаббаттың бір сыры. Ағайындар әсем қолдарын созып, жан сезімін қандай тербеледі. Әншілердің ең бір шығармашылық байланысы бұл сазгерлермен. Сазгерлермен сіздің жалпы әнші ретінде сазгерлермен шығармашылық байланысыңыз қандай? Соңғы уақытта біздің біраз әншілер қауымы осы сазгерлермен өзара түсінбестікке барып жүреді. Бұл неден туындайды? Жалпы сазгер мен әншінің өзара
түсіністігі, шығармашылық бірлестігі қандай болу керек сіздің ойыңызша? Енді әнші мен сазгердің арасындағы қарым-қатынас ол тек творчестволық байланыс емес, ол дос болу керек, бір-бірін түсіну керек, бір-бірінің мінезін білу керек, менің ойымша. Өйткені ол ән шығарған сазгер ол жай әншейін бір шығара салған жоқ шығар, оның да бір толғаныста, бір көңілде шықты. Оны мен түсінуім керек, ол адамның әнін мен түсінуім үшін мен оны білуім керек, мысалы. Өйткені мен өзімнің араласып жүрген сазгерлерім менің өзімнің достарым. Кейде болып жатады, айтып жатсаң, бере салып, ала салып дегенді онда менің басымда болған жоқ. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені біз халыққа жеткізуіміз керек. Ол ортақ жұмысты әдемі күйінше халыққа жеткізуіміз керек. Ол әдемі күйінше жетіп тұрған бір үлкен әнді, жақсы бір әнді қалай енді оған, қалай бағалаймыз, егерде сазгер менен әншінің ортасында жаңағы қарама-қайшылық туып жатса, ол әннің болашағы не болады? Ол бақытсыз ән болады да қалады, болашағы болмай қалады ол әннің. Жеңіс сахнаға шыққан кезде ұзын бойлы келген талдырмаш келіншек, әрине ол сахнада сұлу әндерімен мөлдіретіп халықты аузына қаратады. Ал енді өмірде Жеңістің қандай екенін көп адам біле бермейді. Мінезін, отбасындағы тыныс тіршілігін қандай? Көрермен таныстыра кетсең. Енді мен негізінде тынышсыз адамым. Достарым айтады, сен ой ақ көңілсің, еркекпін, еді сенің бір ренжитін күнің бола ма дейді. Сендер мен ренжігенде қасымда болмаңдар деймін. Өйткені мен үйде өте тынышсыз, балаларға да қалай еркелетсем солай қатал боламын. Тіпті жолдасыма да солай, жолдасымды қалай еркелетсем солай қатал бола аламын. Өйткені сондай болу керек. Сосын үйде қандаймын? Мен үйде балдарды тәрбиелеймін, мектепке баратын оқытамын, жаңағы балабақшаға баратын еркелетемін. Бірақ менің мынандай принципім бар, баланы 5 жасқа дейін алаңсыз еркелетемін. 5 жастан кейін қолға аламын. Қазір үлкен ұлымды тіпті аяйын кей кезде, мама, неғып сен маған ұрса бересің дейді. Мен айтамын, балам, мен саған ұрысқанда жек көріп ұрыспаймын ғой. Сен мына жерде дұрыс емес жасадың, сен мына жерде тыңдамай қойдың, сен мына жерде бүлдіріп қойдың бірдеңені деген сияқты. Мен сен жақсы болсын, жігіт болсын деймін. Сен менен бүгін ұрыссаң, ұрыс жесіп, сен менен таяқ же, бірақ ертеңгі күні өмірде саған оңай болады деймін. Екі ұлың бар, жастары қаншада, және кімге ұқсаған өзі? Мінездері әкесіне де, анасына да ұқсастықтар бар шығар? Әрине, енді екеумізді ренжітпеген екі ұлым бар. Үлкені Айбатыр, жасы 8-де, кішісі Әлішер, оның жасы 3-те. Негізі Айбатыр деп әкесі қойған атын, батыр болсын деп. Сонан екінші ұлым дүниеге келгенде менің шешем үйіңде бір батыр екен, енді бір данышпан болсын деп Әлішер деп қойған болатын. Енді Айбатырым құтты әкесі, түрі де әкесі, мінезі де әкесі, оның спортқа бейімдігі де барлығы. Мен ойлаймын, бір жағынан ол әкесіне қатты еліктейді деп. Сондықтан да ол салмақты да сондай спорт жағына бейімделген. Ал кіші ұлым бұл қазір әртіс. Жүрген жерде музыка болса тыныш тұра алмайды, билейді, айғайлап өлеңді де айтады. Үйде кешкісін ол балабақшадан келгенде радиода қосылып тұрады, центрде қосылып тұрады, жаңағы телевизорда қосылып тұрады, барлығы жерден музыка ойнап тұрады. Ол ортасында билеп жүреді. Әкесінің орны қандай? Жалпы әкесімен арадағы таныстықты бір кішкене сәл шегініс жасап айтып кетсең көрерменге. Менің жолдасым өнерді қатты сыйлайтын, өнерді түсінетін жігіт. Танысқанымызда қызық болды. Ол заманда Мәдениет министрлігінің жатақханасында ойнап күліп жүргенде бір сол өздерінің достарымен келіп танысып, ары қарай дос болып араласып жүрдік. Достығымыз солай дамып кетті. Махаббатқа айналып, оның жанұя болып кеттік. Негізі жолдасым өте салмақты. Бір жағынан мен Құдайға тәубе деймін, өйткені айттым ғой, мен өзім тынышсызбын деп. Мен тез көтерілем, тез қайтамын.
ал ол сондай өте салмақты, мен көтерілгенде де бір қарайды да отыра береді. Не істесең оны істе деген адам ұқсап. Ал енді өнер адамы болғаннан кейін сен көптің ортасындасың. Үнемі гастрольде жүресің. Бұл әрине отбасына оңай емес. Ол кезде сіздің үйдегі отағасының көңіл-күйі қандай болады? Енді өнердегі адамды оңайшылықпен таңдап алмаған шығар, дегенмен де бір аздаған қызғаныш оянбай ма? Бір қызғаныш деген жолдасым жағынан мен көрген емеспін. Сосын бір жағынан ойлаймын, мына әнші қыздардың күйеу жолдасы, өмірлік серігі біріншіден оның тек қана тыңдарманы ғана емес, оның бірінші тыңдарманы, бірінші сыншысы және де бірінші қолдаушысы болу керек. Сол осы үш қасиет болса, әнші қыздардың жолдастарының бойында тыңдарманы, сыншысы, қолдаушысы. Сол кезде әнші қыздарға өте жақсы болар еді. Қолдағаны ол түсінгені, сынаса ол тағы да жақсы болғанын қалайтыны. Ал тыңдарман болу ол әр уақытта сені жақсы көріп тыңдап жүреді деген ой. Жеңіс, енді ас адамның арқауы дейді. Ұзақ сапарларда жүріп гастрольден үйге келесің, сол кезде отбасында отағасыңа бір ыстық дәм дайындап беруге мүмкіндігің келетін шығар? Әрине, мен кішкене қолым болса, асханада жүргенді жақсы көремін. Жаңа айтып өттім ғой, мен үйде болсам тек осы үйдің тіршілігі, тазалығы, асханада жүремін. Дастархан толып тұру керек, әр уақыт ыстық тағам дайын тұру керек, балалардың витамині, мынау фруктысы бәрі орында тұру керек. Ал енді гастрольдік сапардан үйге келгенде ең бірінші жасайтын жұмысым, есіктен кіргеннен екі баламды бауырыма алып, біраз отырып мауқымды басып аламын. Сонан кейін жағдайларын сұраймын. Сонан кейін асханаға кіріп, шайларын, тамақтарын дайындап, сондай оларға бір мерекелік дастархан жасаймын. Отағасының сүйікті тамағы қандай? Отағасы енді менің барлық дайындаған тағамдарымды жақсы көреді, өйткені мен жақсы дайындаймын. Я, жақсы дайындаймын. Оның ішінде оның ең жақсы көретін тағамы палау. Өзім сол Қызылорда өңірінде күріш жеп өскен қыз болғандықтан болар, палауды өте жақсы дайындаймын. Үйге келіп палау жеңіздер. Ал енді сіз палаудың керемет балды бармағыңызбен палау дайындап жолдасыңа бересіз. Ал енді сіз гастрольден шаршап келген кезде жолдасыңыз не дайындап отырады? Менің жолдасым енді былай жақсы жігіт қой. Бірақ енді осы асханаға келгенде тамақты пісіріп маған дайындамақ түгілі, менің дайындап қойған тамағымды холодильниктен алып жылытып жеуге шамасы келмейтін адамда, оған барлығын дайындап алдын алып келу керек. Енді ол да бір салмақтылығы шығар, жаңағы азаматтығы шығар, асхана әйелдің жаңа орны деген ой шығар.
Тағамды тамаша дайындаймын, палау дегенді енді өзімнің балды бармағымнан ауыспайды деп жатырсың. Ал енді сенің әнші ретінде сахнаға алып шығатын әндерің де бір өзінше осындай бір жан жақты репертуарға бай болу керек сияқты ғой. Енді заман талабына сай қазір біздің әншілеріміз өзі мына орысша ән айтады, әртүрлі тілдегі әндерді айтып, өзі көрерменді көбейтуге осы ниеттеніп бара жатыр. Сенің репертуарыңда орысша ән айтуға былай жоспар бар ма? Және бұл қазіргі таңда қазақ әншілеріне осы мемлекеттік тілден өзге ұлтаралық тілде ән айту қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Мен айтар едім, негізі біз қазақ тіліндегі әншілерміз ғой енді. Мен өзім ойлаймын, әуелі мына мемлекеттік тілдегі өзіміздің қазақ ұлттық өнерін біз жарнамалауымыз керек. Мысалы, түрік әншісі Таркан өзінің түрік тіліндегі әніменен Евровидениені өзінің аузына қаратты. Қазір Таркан бүкіл дүниежүзілік жоғары деңгейдегі өте сондай жақсы әнші болып саналады. Бізге де неге осы қазақ тілінде өзінің ұлттық нақышымен, ұлттық осы өрнегіменен бүкіл дүние жүзіне қазақ халқының мемлекеттік тілдегі әндерін насихаттамауға деп ойлаймын. Ал енді жаңа айтып өтті, менде 1,5 орыс тіліндегі әндер бар, бірақ соның өзін мен былай деп айтып өткім келеді. Мына тағы да өзіміздің ұлттың тілін ғана емес, өзіміздің ұлттық аспаптарды көрсету. Өзіміздің ұлттық аспаптар тек қазақ әнін ғана емес, басқа мемлекеттің де, басқа ұлттың да әнін орындайлатындығын бір көрсету. Сондай ойменен мен қазақтың ұлттық этнографиялық сазген ансамбльмен орыстың халық әнін орындап шықтым. Менің ойымша өте әдемі орындап шықты сазген. Бұл жерде тағы да өзіміздің ұлттық өнерімізді насихаттау деген ойменен.